Құнанбай кешегі қоғам қайраткерлерінің бәрі батасыз өспеген. Бір батаға сүйеді. Өйткені бата мың құттық, бота бір жұттық. Сол Құнанбай Жанғұттың замандасы, Жанғұттың үйіне дәм беріп отырып, баласына бата беру үшін шақырып отыр, дәм беріп отырып, сонда Жанғұтты бала Абайға ата жолымен қолына жілік беріп отыр. Балам, шырағым, Абай, саған бір зерек баласың, қабілетті баласың, мен саған бір 5 сұрақ қояйын, 5-6 сұрақ. Жауап берші деп айтып, ата қойыңыз. Балам, дүние неге сүйеді депті. Зерек бала, ата дүние үмітке сүйеді депті. Балам, көздің көрмесі бола ма депті. Ата көз қабағын көрмейді депті. Балам, шам жарығын түспесі бола ма депті. Ата шам жарығы түбіне өспейді депті. Балам, болат құшақтың кеспесі бола ма депті. Болат құшақ өз сабын өзі кеспейді депті. Ал енді өз тамағына таппайды мақұлқат бола ма дейді. Ата, әрине, өз тамағына таппайды мақұлқат болмайды депті. Ой, айналайын, сапарың сәтті болсын, айналайын, рахмет, болашағың жарқын болсын. Енді Абай, сен ақынсың ғой, жаңадан жазып жүрген. Осыны енді құрастырып көрші деп айтты дейді. Сонда Абай айтты дейді, ата, сіз сұңқар самғай ұшқан қиядағы талпынға мен балапан ұядағы өрнекті өлеңсізбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үміт жанаға көз көру жетпейді қабағына, шам жарығы түспейді табанына, болат пышақ өз сабын өзге сөз, мақұлат тартпайды емес тамағына деп жауап берді. Төгіліп тұр екен ғой, төгіліп, риза болдым, айналайын, Абайжан деп айтты. Жанарың оттай екен, ақындығың шығар, маңдайың жазғы екен, ақылдығың шығар, ауылының таңы бол, маңдайдағы бағы бол, елдің азаматы тұрып, батасын беріп бет. Міне реальный әңгіме, Абайды алтылашып еді. Мен себебі бар ма? Тинақтайтын сол батаның себебі тиіп тұр. Машалла, Алла разы болсын, қандай керемет. Мысалы, кіші жүзден